Достық, Сарыағаш, Түркістан қалалары бойынша автодром. Так, ең бірінші жүрмес бұрын солға поворотникті жағып бастаймыз. Көпірдің үстінде стоп линияға 50-70 см жетпей тоқтаймыз. Так, 3 секунд тұрғаннан кейін ары қарай жүреміз. Көпірден түскеннен кейін солға қарай поворотникті жағып бұрыламыз. Бұрыламыз. Бұрылғаннан кейін бізде екі поворот тұр, солға қарай. Біріншісі грузовойдікі, екіншісі жеңіл автокөліктікі. Біз жеңіл автокөліктікіне бұрыламыз. 90 градустық руль бұру деген жер. Так, ішіне кірген кезде поворотникті жағу талап етілмейді, яғни қауіпті бұрылыстар. Боковой айнаны теңестіріп, бордюрға солға қарай бұрыламыз. Солға бұрылған кезде міндетті түрде сол айна. Так, руль тұралаймыз, енді оң айнаны теңестіреміз. Сөйтіп, оңға қарай бұрыламыз. Ал енді бізге знак тұр. Оңға қарай кет деп. Поворотникті оңға қарай жағып, кеңінен әдемілеп оңға қарай бұрыламыз. Міндетті түрде бағдаршамға қараймыз. Так, бұл жерде бағдаршам қызыл түс жанып тұрғандықтан біз тоқтаймыз, яғни жасылдың жануын күтеміз. Так. Ал енді кеттік. Тура жүреміз, ешқайда бұрылмайсыздар, қарама-қарсы көлікке жол бермейсіздер. Қиылыстан өткеннен кейін поворотникті оңға қарай жағамыз. Оңға бұрылғаннан кейін бұл жерде де екі змейка тұр, яғни біріншісі жеңіл автокөлік, екіншісі грузовой. Біз бірге кіреміз. Бұл жерде біз змейкадан қалай өтеміз, яғни алдын тақап барып бордюрға солай кеңінен, әдемілеп, қорықпай бұрып жүре бересіздер. Так, поворотниктарды міндетті түрде кірген кезде жағастар және шыққан кезде жағастар. Оңға қарай кетеміз. Бұл жерде знак түспей қалыпты, знак бар. Оңға қарай бұрылғаннан кейін міндетті түрде бағдаршамға қарайсыздар. Міне. Бізге тура кет деп тұр. Бағдаршамның жасыл түсі жанғаннан кейін біз тура бағытқа жүреміз. Яғни біз задний парковкалардың районына келатырмыз. Біріншісі грузовойдікі кірмейміз. Мына жерден бірінші жеңіл автокөліктікі, ол бос болмағандықтан біз екіге кеттік. Яғни 3 жеңіл автокөліктің парковкасы бар, үшеудің кез келген біреуіне ғана саласыздар. Міндетті түрде мынандай знактарды көрген кезде поворотниктарыңызды жағып жүріңіздер. Так, поворотникті жағамыз оңға, сөйтіп екінші парковкаға кіреміз. Парковканың ережесінде, яғни 2 минут уақыт беріледі. 2 минуттың ішінде біз салып шығып кету керекпіз. Яғни біз парковка сол жақ бетте орналасқандықтан солға жақын жүреміз. Яғни 2 есіктің ортасын бордюрмен теңестіреміз дағыны, рульді до конца оңға бұрып алға қарай жүреміз. Өзіміздің сол айнамыздан, яғни угол бұрыш көрінген кезде рульді до конца солға бұрып, яғни артқа қарай кіреміз. Міндетті түрде DR деген ауыстырыңыздар. Одан кейін артқа жүрген кезде міндетті түрде аварийка жағыңыздар. Так, кіреміз. Машина ровно, теңескен кезде міндетті түрде рульді туралаңыздар.
1,5 оборотқа. Одан кейін кішкене ғана артқа жүріп ақ сызықты басамыз. Біздің парковка орындалды. Яғни ақ сызықты басып 3 секундтай тұру керекпіз. Алға жүреміз, бордюрды теңестіреміз 90 мен, сөйтіп барып оңға бұрыламыз. Енді поворотникті жағып оңға қарай бұрыламыз. Так, бұл екінші парковка, міндетті түрде мына жерде үшінші парковка болады, ол үшке кіріп кетпеңіздер. Яғни біз тура кетеміз дағыны, ақ сызыққа тіреліп барып оңға бұрыламыз. Емтиханнан бірінші попыткадан өту үшін міндетті түрде картаны 100% білуіміз қажет. Яғни карта шатаспау керексіздер біріншісі. Екіншісі, бордюрға дөңгелектер тиіп кетпеу керек. Үшінші, парковкалар, яғни задний, параллельный парковкаларда 2 минуттан артық қалып кетпеуіміз керек. Төртіншісі, бір жерде 30 секунд осылай тұрып қалуға болмайды. Одан кейін бесіншісі бізде, яғни бағдаршамды міндетті түрде қарап өтіңіздер, яғни қызылға өтіп кетпеңіздер. Поворотникті солға жағып, міне солға бұрыл деп тұр, яғни біз қазір новый жасылдан өтеміз. Міне қазір ауысады, жанды. Енді біз солға қарай бұрыламыз. Солға бұрылған кезде, яғни ортасына барып тұрып әдемлеп солға бұрылыңыздар. Қарама-қарсы бетке кіріп кетпеңіздер. Так, ал енді тағы да ескеретін жайт, яғни машинаның ішінде кез келген жерде, яғни аварийный сигнал ойнау мүмкін. Ол кезде не істейміз? Тоқтаймыздағыны аварийканы жағамыз. Музыка өшкен кезде ары қарай жүре бересіздер. Так, біз қазір мына жерде теміржол өтпесіне келе жатырмыз. Теміржол өтпесіне 50-70 сантиметр жетпей тоқтауымыз қажет. Көлікке отырған кезде сіздерге новый 100 балл беріледі. Яғни сіздер 100 балдан, мысалға 95 штраф істеп 5 балдарыңыз қалса да, сіздер өтіп кетесіздер. Сол үшін бірінші карта шатаспауымыз керек, екінші парковканы әдемі орындауымыз керек. Так, 20-дан асыруға болмайды. Знактарға қарап жүреміз. Поворотникті солға жағамыз. Солға қарай бұрыламыз. Кеңінен бұрыламыз осындай жерлерде. Сызықтарды басып кетпеңіздер. Сплошная линияны, сары сызық, ақ сызықтарды басып кетпеңіздер. Так, солға қарай тағы да поворотник жағамыздағыны біз қазір параллельный парковкаға келе жатырмыз. Екі жолақты жол, яғни кеңінен оңға қарай, яғни оң жақта парковкалар орналасқандықтан біз оңға жақын түсуіміз керек. Біз бірінші парковкаға қазір саламыз. Так, мына жерде көлікті ровно айдаңыздар. Сәл жүріп болғаннан кейін айнадан, яғни оң жақ айнадан бордюрдың углы көрінеді. Угол көрінген кезде, так, R-ға саламыз, аварийканы жағамыз. Рульді, яғни парковка оң жақ бетте орналасқандықтан до конца оңға бұрамыздағыны, яғни артқа қарай жүреміз. Сол айнамыздан, яғни бордюрдың углы көрінеді. Сол угол көрінген кезде біз тоқтаймыздағыны рульді туралап артқа кішкене жүреміз. Біздің мақсатымыз оң жақ бетте орналасқан ақ сызықты басуымыз қажет. Так, ал енді рульді до конца солға бұрып, оң айнамен жұмыс жасаймыз. Міне, біздің парковка завершена. Міне,
Керемет, әдемі қойылды. Так, бұл ақ сызықты басып 3 секунд тұруларыңыз қажет. Себебі баса оқымай қалу мүмкін. Одан кейін дыға салып, міндетті түрде поворотникпен шығыңыздар. Енді мына үзіктерді бізге сол үшін берілген мына жолаққа өтіп алыңдар дейді. Так, бізде соңғы упражнение, енді оңға қарай поворотникті жағып, пешеходтан адам өткіземіз. Так, поворотникті оңға жағамыз. Тоқтаймыз. 1, 2, 3, 4 дейміз дағыны ары қарай жүріп кетеміз. Мен мына жерде курсантқа түсіндіріп жатырмын, поэтому ұзақ тоқтадық. Так, ал енді бізде правиласы автодромның солға жағып бастаймыз, оңға жағып аяқтаймыз. Яғни до конца финишке дейін поворотникті оңға жағып қойыңыздар. Өш баса оңға жағасыздар, өш баса оңға жағасыздар. Яғни сөйтіп өтесіздер. Құда қаласа әрбір курсантқа сәттілік, құда қаласа оңынан болсын. Сақтап алыңыздар, видео пайдалы болса.